Ассалаумағалейкум құрметті ағайын. Бұл келесі видео мен тағы да Нұрлан. Осы видеоны жазуға маған келесі жағдай себеп болды. Жақында мен өзім жақсы танысыма бұрынғы бизнесіммен істескен серіктесіме осы компанияда бірігіп жұмыс жасайық дегендегі берген жауабы осы видеоны жазуға себеп болды. Ол былай дейді. Орысша сөйлейді, сондықтан бірінші орысшасын оқып берейін. Нужно заниматься тем, во что со всех сил веришь. Я не смогу агитировать людей, дейді. Ничего не обещаем взамен, если что-то пойдет не так, меня же будут материть. Қазақшасы былай. Өзің білетін және сенетін іспен айналысу керек. Адамдарға ештеңе ұсынбай, қалай мен оларды бизнеске шақырамын. Ертең бір жағдай болып жатса, мен кінәлі боламын ғой дейді. Дұрыс. Ойы да дұрыс, сөзі де дұрыс. Бірақ та қараңыздаршы. Басы былай. Өзің білетін және сенетін іспен айналысу керек. Өте дұрыс айтады. Әр іспен айналысар алдында өзің оны зерттеу керек. Білу қажет және де тексеру қажет. Тексере келе көзіңді жеткізіп, мен осыған сенемін деп айтуға болады. New Millennium Center Ltd компаниясы. Компания 8 жыл нарықта. Бұл деген уақыт пен тексеріс. Күнделікті табыс тауып, үйге қол жеткізіп жатқан адамдар арамызда жүр. Олармен кез келген уақытта хабарласуға болады. Бұл деген адамдармен тексеріс. Компания өз ісін интернетте жүргізеді. Кішкентай ғана кінәрат болатын болса, ертең бүткіл интернет шулап шыға келеді. Бұл деген жалпылама тексеріс. Адамдарға ештеңе сұнбай, қалай мен оларды бизнеске шақырамын. Millennium компаниясы қалай табыс көзін ештеңе деп айтуға болады. $250 бірінші столда ештеңе емес пе? $300 екінші столда ештеңе емес пе? $750 үшінші столда ол да ештеңе емес пе? $3000 төртінші столда. Ал компанияның көздеп отырған соңғы нүктесі жылжымайтын мүлік, квартира, коттедж, бұл да ештеңе емес пе? Үй керек емес деген адамды маған көрсетіңіздерші осы. Мүмкін партнер компанияға тіркелген кезде қолына ештеңе алмайды деген болар. Басқа компанияларда сияқты. Жейтін, ішетін, киетін, әйтеуір қолданатын бір товар. Бұл тұрғыда айтарым мынау. 21 ғасырда информация ең құнды товар. Бұл бір. Саудада жүргендер біледі, базар болсын, сауда орталығы болсын, аренда төлемейді. Ай сайын, жет сайын керек десеңіз, күн сайын. Біздің компанияда адам бір рет $90 төлеп, өмір бақи осында жұмыс жасауға мүмкіндік алады. Бұл екі. Ерінбей еңбектенсең, компанияның көздеп отырғаны әр партнер үй алса дейді. Бұдан артық қандай товар керек? Үш. Ертең бір жағдай болса дейді, мен кінәлі боламын ғой деп аяқтайды өз. Әрине, әр адам тұрақтылықты жақсы көреді. Істеген ісіне гарантия болса екен дейді. Бірақ та қазіргі заманда гарантия деген өте қиын нәрсе. Ештеңе гарантия бере алмайсың. Магазиннен алған тамағың халал екеніне гарантия жоқ. Дәріханадан алған дәрілер көмектесетініне дәлел жоқ. Қартайған шағыңа ақша жинағың келсе, бүгін бар банкі, ертең жоқ. Банкілер бұлай тұрсын, мемлекеттер СССР, Югославияда жойылып жатқанда, бір затқа гарантия іздеу бекер шығар. Әр адамға гарантия ол өзі. Өзінің білімі, өзінің еңбегі, өзіне сенім. Өзіңе сен, және де бір жаратушыға сен. Ең алдымен мен бір Аллаға сенемін. Алланың өзі де, сөзі де рас екені хақ. Екіншіден мен өзіме сенемін, біліміме сенемін, еңбегіме сенемін, және де New Millennium компаниясына. Сіз де осы компанияға шақырамын. New Millennium компаниясында еңбегіңіз жансын, байқуатты болыңыз, аңсаған арманыңызға жетіңіз. Соның бәріне Алла жар болсын. Аумин.